Күйеуі опасыз болып шыққанымен Нәзира адамдарға деген сенімін жоғалтпады. Күйеуінің опасыздығы шектен шықты ғой. Алғашқыда кешірді, қыз үшін түсінді, шаңырағын шайқалтқысы келмеді. Болды, бітті, қайталанбайды, онымен байланысты тоқтаттым деген күйеуіне сеніп еді. Бірақ көңілдесімен байланысын тоқтатпады. Кешірер еді, бірақ бұл жоқта төсегіне ойнасына келіп, махаббатпен айналысқанын кешіре алмады. Ажырасты. Онымен ажырасып, жаңа өмір бастауға бекінді. Уақыт өте әлеуметтік желі арқылы Таңат есімді ер адаммен танысты. Тіл табысты. Енді міне, онымен алғаш рет кездесуге бара жатыр. Салонға барып сәнденді. Шаш үлгісі де, сәндеуі де мінсіз болды. Көңілі көтеріліп тағдырлы кездесуге асықты. Таңертең қызын балабақшаға апарғанда Нәзира тәрбиешіге ескертіп кеткен. Қызды өзінің құрбысы алып кетеді деп. Егер кешкі кездесу сәтті болып, үйде жалғасар болса, құрбысы қызды өз үйіне апарып тастайтынын алдын ала келіскен. Нәзира жүрегінде бір түрлі қобалжумен, бірақ үмітпен белгіленген мейрамханаға бет алды. Мейрамханада адам аз, әуеннің жай ырғағы естіліп тұр, ал зал жартылай қараңғыланған. Романтикалық атмосфера. Мені Таңат есімді кісі күтіп отыр, деді Нәзира даяшыға. Кіріңіз, деді даяшы сыпайы үнмен. Ол Нәзираны екі адамға арналған үстелге әкеліп, үстелдегі брондалған деген жазуды алып тастады. Шырадандағы шамды жағып, мәзірді ұсынды. Ал күткен адамы қайда? Деді Нәзира аң-таң болып, жан-жағына көз тастап. Ол сізден уайымдамауыңызды өтінді. Келемін деп телефонда айтты, деді даяшы күлімсіреп, бір стақан құрғақ шараппен қызыл уылдырық қосылған крокет тұрған табақты үстелге қойып кейін шегінді. Сіз шатасып кеткен боларсыз, мен ештеңе тапсырыс берген жоқпын. Бұл біздің мекеменің осы залдағы ең сұлу қонаққа жасаған кішкентай сыйлығы. Деп даяшы жылы жымиып, Нәзира отырған үстелдің арт жағындағы бұрышты нұсқады. Мейрамхана қожайыны алыстан көзін қысып сәлем берді. Бұл келіншекке бір сәтке көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Бірақ арада жарты сағат өткенде ішкі түйсігі әлдененің дұрыс емес екенін сезді. Мүмкін Таңатқа бірдеңе болған шығар, деп іштей уайымдай бастады. Ақыры шыдай алмай Таңаттың нөмірін терді, бірақ желі бос емес болып шықты. Осы сәтте ресторатор жақындады. Мүмкін, сіздің кешіңізді мен көркететін шығармын, ару, деді ол даусын жұмсартып сыбырлай сөйлеп. Жоқ, рахмет. Егер Таңат келсе, оған айта салыңыз, бәрі бітті, деді Нәзира қатқыл үнмен. Ол өзін қандай қорқынышты жаңалық күтіп тұрғанын әлі білмейтін. Үйіне келген соң, ол құрбысына қайта қоңырау шалды. Сол-ақ екен құрбысы. Сәлем, Нәзира. Мен сенің әпкең барын осы уақытқа дейін білмеппін. Осы уақытқа дейін неге айтпағансың, деп тұр. Қандай әпке? Деген Нәзира сөзін кілт үзіп, жүрегі дір ете қалды. Күт, мен қазір Мадинаны алып кетуге барамын, сосын сөйлесеміз, жарай ма? Деді. Қайда барасың? Деп таңдана сұрады құрбысы. Қайда болушы еді? Сен ғой менің қызымды алып кеткен. Солай емес пе? Телефон ар жағында үнсіздік орнады. Неге үндемей тұрсың? Қызымды балабақшадан алдың ба, деп Нәзираның дауысы қатты шыға бастады. Жоқ, деді құрбысы бәсең үнімен. Балабақшада әпкесі келіп алып кеткенін айтты, деді. Не? Бұл қалай болғаны? Нәзира аяғының астынан жер сырғып кеткендей күй кешті. Қызды табу үшін тиісті орындар дереу іске кірісті. Фотосуреті, сипаттамасы барлығы жан-жаққа тарады. Тек нәтиже болмады. Жоғалған қыз табылмады. Қызын уайымдап, Нәзира құр сүлдері қалды. Теледидардағы жаңалықтар, көшедегі балалар, дүкендегі кішкентай аяқ киімдер, бәрі оны Мадинамен байланыстыратын. Ал адамдар мұның өзін кінәлауда.
Өзі еркекпен көңіл көтеруге кеткенде, қызы жоғалып кеткен әйел деді олар. Қызына дұрыстап қарамай, селтеңдеп жүрген жеңілтек әйел, жауапсыз ана деп жүр өзгелер. Сол сөздер Нәзираның жүрегін найзадай түйреп жанын кемірді. Бірақ қарсы айтар сөзі болмады. Қызы жоқ, бұл оның ең үлкен дәлелсіз кінәсі. Ол жұмысқа қайта оралды. Бірақ енді ешкіммен сөйлеспейтін. Тек тапсырылған іспен ғана айналысып, түскі үзілісте сыртқа шықпайтын. Киімі бұрынғыдай сәнді емес. Шашы да өзіне қараусыз қалған әйелдің күйін білдіріп тұр. Әр күн өмірден бір сәт күдер үзіп тыныстап алу секілді. Түнде Мадинаның атымен оянады. Мадина, деп селк етіп оянып, жүрегі тарс-тұрс соғады. Бірақ бөлме тыныш. Тек жастық көз жасынан дымқыл. Кейде ол өзіне қай жерден қателестім? деп сұрайды. Бірақ жауабы жоқ. Әр шешімін қайта саралап, әр еске түскен сәтті жүрегінен өткізіп шығатын. Сол кеш, сол мейрамхана, сол шаштараз, сол таң ат. Ол адамның аты жөні, мекен жайы, тіпті бар екені де өтірік болып шықты. Ең сорақысы өзінің алданып қалғаны емес, қызының сол алдаудың құрбаны болғаны. Бұл шындық Нәзираны күні-түні іштен жейтін, кеудесін жансыз еткен, жанын әлсіреткен. Кейде көшеде кішкентай қыз көрсе, сол болар ма екен деп жүрегі шым етеді. Бірақ жоқ. Мадина емес. Ол мүлде басқа бала. Нәзираның өмірінен ұрланған жарық сәуле, енді іздеуге де батпайтын, жүрек шыдамайды. Нәзира енді ешқашан бұрынғыдай бола алмайтынын білді. Қызы жоғалған сәттен бастап ол да жоғалып кеткен. Тек денесі жүр, бірақ жаны сол күнде қалып қойған. Ол қызын жоғалтқан күні өз өмірінің де бір бөлігін жоғалтты. Мадинамен бірге оның күлкісі, үміті, әйелдік жылуы, ана бақытын сезінетін нәзік жүрегі де қасіретпен бүркеулі қалды. Қабырғалары сары түске боялған жалдамалы пәтердің терезесінен күн сайын бір ғана көрініс, тозығы жеткен балалар алаңы, бір-біріне айқайлап жүрген аналар мен қолында балмұздақ ұстап жүгіріп жүрген кішкентай бүлдіршіндер. Ал Нәзира терезенің ар жағынан қарап тұрып, көз жасын ішке жұтады. Басқалардың балалары бар. Оның қызы жоқ. Көңіл көтеру, араласу, тіпті қарапайым қал жағдайын қалай деген сұрақтарға да еш жауабы болмады. Себебі ол енді бұрынғы Нәзира емес. Ол жай ғана жоғалған қыздың анасы. Тағдыры сынған ана. Сөйлескеннің бәрі сол сұраққа келеді. Қызыңнан хабар бар ма? Тергеу қай сатыда? Ештеңе жасамадың ба? Өзің кінәлісің ғой. Осы сұрақтар әрбірі жүрекке кірш етіп қадалатын суық пышақ секілді. Ал ең сорақысы, ешкім оның не сезінетінін түсінуге тырыспады. Қоғамға керегі кінәлі. Қаралау керек біреу. Құрбан болған адамға емес, кінәліні іздеуге құмар жұрт оған шүйлікті. Әріптестердің көзқарасы, бейшара аянышпен аралас қалай бас көтеріп жүр деген іштей сұрақтары оның жанын жаралай берді. Бұрынғыдай жарқын жүріп, белсенді ұсыныстар айтып, бастамашыл болу былай тұрсын, енді тек компьютер экранына үңіліп, сағат тілін күтіп отыратын бейшараға айналды. Кешкі 6-да үйге қайтады. Тағы сол бір үнсіз пәтер, тағы да есігі ашылмай тұрған балабақша, тағы да ас ішпейтін ас үй. Ол күн сайын кешірім сұрап жүрді. Бірақ кімнен? Құдайдан ба? Өзінен бе? Әлде жоғалған қызынан ба? Кешір мені, Мадина. Бұл сөздерді ол күбірлеп жүріп те, ұйқыда сөйлеп те айтатын. Бұл сөз оның дұғасы, азапты шындығы, ішкі жанның айғайы. Шаштаразға бармайды. Себебі сол сәт үмітке жетелеген күн болды. Жаңа өмір, жаңа махаббат, жаңа үмітке жасаған қадам сол сәтте қызы ұрланды. Сондықтан айнадағы әрбір шашы сол қателіктің белгісіндей көрінді. Ол шашын тарамайтын, жинамайтын. Ұйпа-түйпа шаш оның жан дүниесінің сыртқы айнасы іспеттес болды. Уақыт өтті.
Бірақ жара жазылмады. Адамдар ұмыта бастады. Жаңа оқиғалар, басқа тақырыптар пайда болды. Бірақ Нәзира үшін өмір мәңгі сол күзгі кешінде тұрып қалды. Қызын алып кеткен беймәлім әпке де, жоқ болып кеткен Танат та, бәрі аңыз секілді. Бірақ аңыз емес. Ақиқат ауыр, қатыгез шындық. Кейде ол көшеде кішкентай қызды көріп қалғанда жүрегі тулап кетеді. Бір сәтке Мадина деп ойлап қалады. Бірақ жақындаса жат бала. Құшақтауға болмайды. Түсіндіре алмайды. Шегініп көз жасын ішке жұтады. Қайтып келеді. Тағы үнсіздік. Тағы күту. Ол енді басқа өмір бастауға тырыспайды. Себебі бастаған бір рет күйіп күлге айналған. Тек жүрек түбінде бір ұшқын бар, мүмкін бір күні. Бір күні есік қағылып, бір күні телефон шырылдап, бір күні бейтаныс біреу. Сіз Нәзирасыз ба? Деп сұрап. Міне, сіздің қызыңыз десе екен деп үміттенеді. Осы үміт оны өлтірмей тұр. Осы үміт оның ең соңғы тірі қалған бөлшегі. Жанның соңғы жарығы. Солай ойлағандай-ақ күндердің күнінде телефоны шырылдап, ар жақтан жақсы жаңалықты жеткізді. Қызы табылыпты. Шаштаразда күнделікті күйбең тіршілік қайнап жатқан. Шебер қолындағы шеткамен клиенттің шашына бояуды абайлап жағып жатқанды. Радиодан баяу ғана әуен естіліп тұр. Бір сәтте есік сылдыр етіп ашылып, арт жағынан таныс дауыс естілді. Сәлем. Шебер жалт бұрылды да, көзі атсыздай болып сәтке қатып қалды. Нәзира. Бұл сен бе? Сен екеніңе сенбей тұрмын. Естідім, бәрін естідім. Қал жағдайың қалай? Деді ол қолындағы тарақты түсіріп ала жаздап. Қарсы алдында жай ғана Нәзира емес, бетінде үміт оты жылтыраған, жанарында жарқын болашақтың сәулесі ойнаған ана тұр еді. Мен шашымды қайтадан әдемі қылуым керек, деді ол жымиып. Орталыққа барып қызымды алып келемін. Сол сәтте айналадағы бәрі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Тіпті бояу иісі де әлсіреп жарық-жарығырақ түскендей. Керемет жаңалық қой бұл. Құттықтаймын. Раббым-ай, баланың табылғаны қандай бақыт. Деп қуанды Шаштараз да. Бұл күні аспан шайдай ашық еді. Ауада әлдебір жеңілдеп бір жарған тал шыбықтар мен көктемгі жаңбыр иісі сезіледі. Күн нұры қала көшелерін алтын түспен бояп, адамдардың көңіліне жылу ұялатқан. Бірақ бұл күні бір әйел үшін, Нәзира үшін күннің жарқырауы да, көктемнің жымиюы да оның ішкі күйін жеткізе алмайтын. Оның кеудесінде бір ғана сезім бар еді, сағыныш пен толқу. Ол қамқоршылық мекемесінің есігі алдына келгенде жүрегі дүрсілдеп, қолы дірілдеп кетті. Әйнектің ар жағында көзіне таныс кішкентай бейне қылаң берді. Басында сол баяғы қызғылт берет, қолында сүйікті ойыншығы. Бірақ ол тым арықтап, тым шөгіп кеткендей көрінді. Нәзира үшін ол әлі де сәби. Алғашында үнсіздік орнады. Екеуі де бір сәтке уақыт пен кеңістік атаулыдан ажырап, бір-біріне қадала қарап тұрды. Мадина көзін сығырайта, абайлап анасына қарады. Ол ия, дәл сол. Маңдайы, көзі, тіпті баяғыда бірге түсірілген суреттегі күлімсіреуі. Анашым. Деп сыбырлады қыз, көзінен жас мөлтілдеп. Содан кейін бәрі бұрқ етіп кеткендей болды. Мадина кенет атып шығып анасына ұмтылды. Еш күмәнсіз. Еш тоқтаусыз. Анашым. Деп айғай салды. Ол анасының мойнына асылып, басын кеудесіне басты. Нәзира қызын құшақтап, тізерлеп отыра кетті. Бұл құшақ емес еді. Бұл жүрек пен жүректің қайта табысуы еді. Мен сені сағындым, анашым. Неге сонша күттірдің? Деді Мадина кемсеңдеп. Кешір. Деді Нәзира, оның маңдайынан қайта-қайта сүйіп. Кешірші мені, ботақаным. Сенсіз әрбір түн қараңғы болды.
Сенің есіңді, даусыңды, күлкіңді естімей, жаным тірі мәйттей жүрді. Қыз көзін сүртіп анасына одан бетер жабысты. Мен сені ешқашан ұмытқан жоқпын. Ешқашан. Ол сәтте айналадағы адамдар бәрі үнсіз тұрды. Ешкімнің сөзі қажет емес еді. Бұл ана мен баланың табысу сәті еді. Әлемде ең әділетті, ең шынайы, ең қасиетті сезімнің дәл осындай құшақта өмір сүріп тұрғанын көріп, кейбірі жасырын көз жасына ерік берді. «Мама, мен сізбен кетемін бе енді?» деп Мадина сыбырлады. «Иә, қызым. Енді ешқашан айырылмаймыз». Бұл сәт Мадинаның ғана емес, Нәзираның да қайта туылған күні еді. Тағдыр бір сәтке оларды айырып, ауыр сынақтан өткізді. Бірақ бүгін сол сынның соңындағы жеңіс күні. Бұл табысу қайта оралған үміттің, махаббаттың, аналық сезімнің даусыз дәлелі еді. Мадина мен Нәзира бір-бірінен айырылғысы келмегендей ұзақ құшақтасып тұрды. Қыз анасынан көз алмай қайта-қайта: «Мен сені жақсы көрем, мама», деп сыбырлай берді. Ал Нәзира оның әрбір сөзін жүрегімен тыңдап, жан дүниесімен құшып сезіп тұрды. Бұл олардың ғана емес, көктемнің де қайта оянған сәті сияқты еді. Сол сәтте қамқоршылық бөлімінің жас қызметкері көріністің ерекше әсерінен елтіп тұрып, еріксіз қолындағы телефонын көтеріп, бір кадр жасап үлгерді. Жарықтың, бұрыштың, қозғалыстың бәрі мінсіз сәйкес келді. Ол кадрда ана мен баланың табысуы шынайы керемет шыққан еді. Және олардың арт жағында күн сәулесіне шомылып тұрған терезеден түскен жарық бәрі махаббаттың символындай болып тоғысып тұрды. Бұл фотоны қызметкер кейін әлеуметтік желідегі парақшасына «Ана мен баланың қайта табысқан сәті» деген жазумен жариялады. Көп ұзамай сурет вирустай тарады. Жүздеген адам пікір қалдырды, мыңдаған адам бөлісті. Бірі: «Мен де анамын. Мына фото жүрегімді езіп жіберді» деп жазыпты. Сурет ел ішіндегі түрлі пікірлерді де тоқтатты. Бұған дейін қызына қарамай, өзі селтеңдеп көңіл көтеріп жүрген жауапсыз ана деп қаралап келген кей адамдар сол бір кадрға қарап, іштей ұялды. Өйткені ол сурет ешқандай дәлелден артық еді. Онда сөзсіз, шартсыз махаббат бар еді. Онда баланың анасына шын сенімі, ананың жоғалтқанын енді ешқашан жібермейтіндігі көрініп тұр еді. Фото кейінірек жыл кадры атанып, қоғамда отбасылық құндылықтар, балалар қауіпсіздігі, аналық махаббат туралы үлкен науқанның басталуына түрткі болды. Ана мен балаға қатысты түрлі іс-шараларда баннерге түскен осы сурет төрде жарқырап тұратын болды. Ал суреттің астындағы қарапайым ғана жазу ел есінде қалды. Мынау сурет ананың перзентіне деген шексіз махаббатын көрсетіп тұр деген пікір Нәзираның да көзіне жаса келді. Өйткені бәрі мұны кінәлап еді ғой. Күйеуімен ажырасып алып, өзі басқа еркекпен көңіл көтеріп жүр. Қызына қарамаған жауапсыз ана. Дүниеге әкелген соң перзентіне қарау керек қой, селтеңдеп жүрмей деп бетіне басқандар көп болды емес пе? Әлеуметтік желіні шарлаған бұл сурет олардың аузына құм құйды. Ең бастысы қызы табылды. Басқаның маңызы жоқ енді. Ал қызы осы уақытқа дейін қайда болды екен? Нәзира мен Жәнібектің арасы бір кездері жұрт қызығарлықтай еді. Бірақ тағдыр таразысы екеуін екі жолға салды. Ажырасқан соң Жәнібек жаңа өмір бастап көңілдесімен бірге тұра бастады. Сырт көзге бәрі жақсы көрінгенімен, оның жүрегіндегі сағыныш пен өкініш бұлдыр перде артында жасырын жатқанды. Жәнібек үшін Нәзира өмірінің ең шынайы парағы еді. Ол әйелін әлі күнге дейін ұмытпаған. Әсіресе қызы Мадина оның ең үлкен жан жарасы әрі жұбанышы. Қызы үшін барын беруге дайын. Ай сайын қаржылай көмегін үзбейді, телефон соғып халін сұрайды, мектептегі жетістіктеріне бірге қуанады. Көңілдесі Азизаның қасында отырса да, сөз арасында Мадинаның есімі жиі аталып кететін.
Мадина кеше математикадан 5-тік алыпты дейді ол мақтанышпен. Әкесінің қызы ғой деп қосып қояды күлімсіреп. Көңілдесі кейде бұл әңгімелерге іштей ренжитін. Себебі Жәнібек оның жанында болса да, жүрегі бір басқа жақта жүргенін сезетін. Оның жан дүниесінде әлі де Нәзираға деген іңкәрлік, ал қызына деген шексіз махаббат тірі күйінде сақталған. Жәнібек үшін Нәзира өткеннің сыздаған сағынышы болса, Мадина болашаққа деген үміті. Ол осы екі есімнің ортасында күн кешіп жүрді. Бірі жанның жартысы, екіншісі. Уақыт өте келе Жәнібек пен Азизаның арасындағы үйлесім біртіндеп сейіле бастады. Алғашқыда бәрі жеңіл, көңілді көрінген. Азиза еркелеп Жәнібектің жанын жадыратқандай болған. Бірақ күн өткен сайын оның мінезі де, ниеті де анық көріне бастады. Азиза Жәнібектің өткеніне, әсіресе Нәзира мен Мадинаға деген байланысына ішінен алай-дүлей болып қызғанатын. Қызғанышы жай ғана көңіл алаңдататын ұсақ түйек емес, шынайы отқа айналған. Әр сөзінен, әр әрекетінен ызғар сезілетін. Сен олардан толықтай кетіп болмапсың. Не үшін әлі де ақша беріп отырсың? Деп жиі дау шығаратын ол. Ол менің қызым, Азиза. Мадина кінәлі емес қой біздің өткенімізге дейтін Жәнібек байсалды үнмен. Бірақ сабырлы жауап Азизаның ашуын баса алмайтын. Әр жолы жанжал жаңа деңгейге ұласа берді. Жәнібек жұмысынан шаршап келсе де, үйде тыныштық емес, кекесін мен кінә тағылған сөздер күтіп тұратын. Ол Азизамен бірге тұрса да, өзін жалғыз сезіне бастады. Жәнібек шындыққа көзі жете бастады, Азизамен арадағы сезімнің тереңдігі жоқ екен. Бұрын аңғармаған мінезі енді бет-бейнесімен ашылды. Азиза Жәнібектің өткенінде болашағында бөлісуге дайын адам емес екен. Ол тек бүгінгі сәтті өзін ғана ойлайтын. Жәнібек көп ойланды. Ұзақ үнсіздіктен кейін жүрегі анық шешімге келгендей болды, Азизамен байланысын үзу керек. Бұл қарым-қатынастың өзегінде шынайылықта, болашақта қалмаған еді. Бір кездері құштарлықпен басталған сезім енді екеуінің де жанын тоздырған жүктей ауырлап кеткен. Ол шешімін Азизаға ашық айтуға бел буды. Жүрегі ауырса да, жалған үмітпен алдағаннан гөрі, ақиқатты айту азаматтық парыз екенін білді. Бірақ ол кешігіпті. Сол күні Азиза оның алдына үнсіз келіп көзін тайдырмай. Мен жүктімін деді. Бұл жаңалықты естігенде Жәнібек ештеңе дей алмады. Көңілі толқып кеткен жоқ, жүрегі шым ете қалған да жоқ. Тек бір мұзды үнсіздік ішін қарып өткендей болды. Қуанып тұрған жоқсың ба? Деп сұрады Азиза, жанарын тіктеп. Жәнібек жауап бере алмады. Қуана алмады. Қалай қуансын? Бұл баланың тағдыры енді олардың болашағына байланып тұр. Ал ол болашақтың өзі бұлыңғыр, тіпті жоқ секілді. Өйткені ол Азиза екеуінің ешқашан бір-бірін толықтай түсінбегенін, екеуінің жан әлемі екі бөлек екенін кеш те болса ұққан. Азиза, мен саған өтірік айта алмаймын. Біз екеуміз біз бола алмаймыз. Сенің ішіңде өмір өсіп келе жатқанын мойындаймын. Бірақ бұл біздің ара қатынасымызды сақтап қалатын себеп емес деді Жәнібек ауыр күрсініп. Азизаның көзіне жас үйірілді. Ол үнсіз бұрылып кетті. Есіктің сықыры екеуінің арасындағы соңғы дыбыс секілді естілді. Жәнібек жалғыз қалды. Терезе сыртында көктемнің алғашқы жаңбыры себелеп тұр еді. Бірақ бұл жауын оның жанын тазарта алмады. Өйткені енді ол бір жанның ғана емес, екі тағдырдың қиылысына жауапты болатын. Көңілінің түбінде бірақ нәрсе анық еді. Оның жүрегі баяғыдан бері басқа жақта Нәзира мен Мадинада қалған. Ал енді алдындағы таң бұрынғыдан да күрделі, бұрынғыдан да ауыр болмақ. Азиза ішіндегі бар үміт пен сенім күлге айналғанын бір жола сезінді. Жәнібектің суық сөздері, бей-жай көзқарасы жүрегін шоқтай қарып өтті.
Оның жүкті екенін естігенде қуана қоймағаны өзіне деген соңғы үмітті де сөндіріп тынды. Сол сәттен бастап ішінде алапат ыза мен күйзеліс қатар бой көтерді. Көп ұзамай Азиза түсік тастап қойды. Бұл оқиға оны мүлде күйретіп жіберді. Жан дүниесін тырнаған өкініш пен өшпенділік иесін жаулап алды. Көңілі қараңғыланып, енді ол махаббат емес, кетпен өмір сүре бастады. Ол Жәнібек пен Нәзираны жазаламақ болды, әсіресе олардың ең қымбаттарын, Мадинаны. Алдымен Азиза Нәзирамен әлеуметтік желіде танат болып танысты. Сосын бала бақшадан қызды алып кетті. Азиза қызды қыр басындағы ауылда тұратын інісінің үйіне апарып тастады. Інісіне 1-2 күнге қарай тұра тұр деп жалған айтып, өзі қалаға қайта оралды. Ол Жәнібек пен Нәзираның шырылдап полицияға жүгіріп, уайымға салынғанын көз алдына елестетіп, іштей сол азаптан рахат таппақшы. Есі кеткені соншалықты сол үшін заң алдында жауапқа тартылатынын ескермеді. Есілдерді Жәнібек пен Нәзираның қиналғанын көру еді. Бірақ өмір бәрін өз жолмен реттейді екен. Мадинаны қайта алып келуге бара жатқан жолда Азиза ауыр жол апатына ұшырады. Темір тұлпар жол жиегіне ұшып аударылып түсті. Қалың тұман, жылдамдық, санадағы аласапыран, бәрі сол сәтте тағдырдың түйініне айналды. Азиза ес-түссіз күйде аурухананың ақ төсегінде жатты. Комаға түсті. Дәрігерлер үміт аз десе де, өмір деген үзіліп кетер жіп емес қой. Бір күні оның кірпігі сәл қимылдап, тынысы бір қалыпқа келе бастады. Есін жинаған алғашқы сәтте ол әлсіз дауыспен «Мадина» деді. Дәрігерлер дереу жақындарын шақырды. Жәнібек ауруханаға асығып жетті. Мен Мадинаны алып кеттім. Қырдағы ауылда, інімнің үйінде, деді әрең сөйлеп. Көзіне жас толып, дауысы дірілдеді. Мен оны қайта әкелгім келген еді. Мен сенен кек алмақ болдым. Кешіріңдер, деді. Жәнібектің жүрегі тарсылдап кетті. Ол бәрін ұмытып, бір сәтте ауруханадан жүгіріп шықты. Қазір оған ең маңыздысы қызы аман болу еді. Мадина аман есен табылды. Ол аман есен үйге оралғаннан кейінде Жәнібек пен Нәзираның көңілі орнына бірден түсе қойған жоқ. Қызының көзіне түскен үрей түн ортасында селк етіп оянатын әдеті, бәрі де жүректегі жараның қаншалықты терең екенін көрсетіп тұрғандай еді. Бірақ ата-анасының махаббаты мен қорғаны қыздың жүрегіне қайтадан сенім ұялатты. Нәзира Жәнібекке бұрынғыдай ренжіп қарай алмайтын. Мадина екеуінің арасын тағы да жалғап тұрды. Әкесі мен анасы бірге отырып қызымен сырласқан сәттер, бірге серуендеулері баяғы бір жылылықты қайта оралтқандай. Бірақ бұл жолы олардың арасындағы байланыс тек махаббат емес, ортақ ауыр сынақтан өткен жанның үнсіз түсіністігіне айналды. Олар бір-біріне қайтадан жақындай бастады. Бұл жолы бәрі басқаша еді. Екеуі де өмірдің сын сағаттарынан өтіп, енді бұрынғы қателіктерді қайталамауға уәде берді. Мадина болса, сол сынақтар арқылы ерте есейді. Ол енді жай ғана бала емес, ата-анасының арасындағы мызғымас көпірге айналды. Сен мені кешірдің бе? Деді жай ғана. Нәзира сәл ғана езу тартты. Жәнібек үшін осының өзі жеткілікті еді.